Баршаңызға ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге көптің сүйіп жейтін пияз наны, қаттама нан, немесе оны басқаша пәтір нан деп жатайды. Сол нанды дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші қамырды дайындаймыз. Ол үшін жылы суымызды құямыз, үстіне тұз саламыз. Және де 2 ас қасық күнбағыс майын саламыз. Сол кезде бізде қамырымыз жұмсақ болып шығады. Келесі кезекте алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды аз мөлшерден сала отырып, осылай шанышқының немесе венчиктің көмегімен араластыра отырып, қамырымызды илейміз. Бірінші осылайынан шанышқының көмегімен араластырамыз. Одан кейін араластыруға келмеген кезден бастап қолымыздың көмегімен қамырымызды илейтін боламыз. Бізде қамырымыз өте жұмсақ қамыр болу керек. Міндетті түрде июін қандырып тұрып, жақсылап илеңіздер. Міне осылай қамырымыз жұмсақ болады. Қазір қамырымыздың бетін жауып, шамамен 10-15 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін біз салмасын дайындайтын боламыз. Орташа 3 пиязды қолданамын. Алдын ала тазалап, жуып алдым. Енді қазір міне осылайынан жұқа қылып, ұзынша қылып турап аламыз. Пиязды сақтап, кубиктап турап керек емес. Осылайынан ортасынан бір бөлікке бөліп, одан кейін сол жарты бөлігін қайтадан ұсақтап турап алсаңыздар болады. Міне осындай соломка жұқа қылып турайсыздар. Енді біз осы пияздың үстіне тұз қосамыз, қара бұрыш және де түріне әсемдік беру үшін паприка қолданамыз. Жақсылап тұрып, осыны қасығымыздың көмегімен араластырып аламыз. Біздің салмамыз дайын болды. Қамырымызда 10-15 минут уақытында тұрды. Енді қазір қамырды алып, осыны мен қазір ортасынан теңге 4 бөлікке бөлемін. Яғни менде 4 пиязынан, яғни қаттаманан болады. Осыны мен дөңгелектеп жинап аламыз. Енді бірінші пияз нанды дайындағанша қалған 3 қамырдың бетін жауып қоямыз. Бізде қамырымыз кеуіп қалмауы керек. Бір қамырымызды міне осылайынан оқтауымыздың көмегімен жақсылап тұрып жайып аламыз. Қамырды өте қатты қалың қылмаймыз. Міне осындай жұқа болуы керек. Енді қазір алдын ала ертіп алған сары майымызды құямыз. Және де осыны кесішкамыздың көмегімен немесе қолымыздың көмегімен жағып шығамыз. Сонда бізде қаттама нанымыз қатпарлы болып, яғни слоеный болып шығады. Пиязымызды ортасынан теңге бөліп аламыз, 4 бөлікке. Бір бөлігін міне осылайынан салып, қолымыздың көмегімен жайып шығамыз. Қатты көп пияз салып керек емес, міне осылай мөлшерде пияз салсаңыздар болады. Енді рулет тәріздес осылай орап шығамыз. Орағанда тартып отырып ораңыздар. Ішіне қатты көп ауаның кірмеуі керек, және де бос болмауы керек. Нығыз қылып орайсыздар. Одан кейін шерткі бөлігінен бастап міне осылай дөңгелек қылып жинап шығамыз. Одан кейін ең ұшын міндетті түрде қазір осылай жабыстырып аламыз. Ең ұшын осылайынан міне жабыстырамыз. Енді біз басқа қамырлар дайындағанша бұл қамырымыздың бетін міндетті түрде жауып қоямыз. Бізде сол кезде қамырымыз кеуіп қалмайды. Тура 30 әдіс бойынша қалған үшеуінде жасап шығамыз. Менде 4 қамырым дайын болды. Қазір сәл тағы да бетін жауып, бір 5-10 минуттай ұстап тұрамын. 5-10 минут уақытымыз өткеннен кейін біз осылайынан міне астына құрағын сеуіп, үстіңгі жақ бөлігін қолымызбен басып шығамыз. Қолымызбен әбден жақсылап басып алғаннан кейін оқтауымыздың көмегімен осы пәтір нанымызды, яғни қаттама нанымызды осылайынан міне жайып аламыз. Максималды түрде жұқарақ қылып істеуге тырысыңыздар. Сол кезде бізде қаттама нанымыз дәмді болып шығады. Енді табамызға күнбағыс майын құямыз. Өте көп мөлшерде құймайсыздар. Кішкене ғана түбіне ғана құйып, осылайынан нанымызды саламыз. Енді бетін жауып, менде максималды оттың қызуы 9-6-ға түсірдім. Орташа отта түбі сарғайғанға дейін ұстап тұрамыз. Одан кейін бізде түбі сарғайғаннан кейін осы нанымызды қайтадан аударамыз. Аударғаннан кейін біз осы жақ бөлігін қақпағын жаппай пісіретін боламыз. Сарғайғанға дейін осы ашық күйінде қақпағын жаппай пісіріп аламыз. Міне біздің бірінші пияз нанымыз дайын болды. Енді келесі кезекте екіншісін пісірмес бұрын біз қайтадан күнбағыс майын құйып аламыз. Өте қатты көп емес, міне кішкене ғана, шамамен 1 ас қасықтай ғана құясыздар. Енді тура міне солай екінші пияз нанымызды пісіреміз. Тура астыңғы бөлігін пісірген кезде қақпағын жауып пісіреміз. Одан кейін екінші жағын пісіргенде қақпағын ашып пісіреміз. Әр пияз нанды пісіруге менде шамамен 5-6 минут уақыттай кетті. Осылай сарғайғанға дейін пісіріп аласыздар. Пияз нандардың барлығы піскеннен кейін шамамен тағы да 5 минуттай бетін жауып қойып қойдым. Міне қараңыздар, біздің пияз нандарымыз дайын болды. Өте күшті, қатпарлы болып шығады және де өте оңай жасалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сонымен қатар менімен жақын танысу үшін менің инста парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін описание бөлімінде инста парақшама ссылка қалдырып кетемін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.